Жатам, 45 миллион теңге, ол бізде шамамен 100 мың доллар. 45 миллион теңге любой адамға жетеді, солай емес пе? Өзің ойла. 25 миллион теңгеге сен 2 бөлмелі квартира аласың, 10 миллион теңгеге сен машина аласың, ал қалған 10 миллион теңгені бір нәрсеге саламын деп қалдырып қоясың. Примерно бәрі именно осы ойлайды. Ну ладно, қарыздарды қайтарасың, кредиттер жабасың, и сөйтіп бір спокойный, бақытты өмір сүресің. Білмеймін енді, әр адамның өзінің ойлау қабілеті бар. Сен егерде 45 миллион теңгені дұрыс жұмсай алсаң, шын мәнінде қанша ақшаны қай жаққа жаратамын деген сұраққа дұрыс жауап бере алсаң, онда сен 45 миллион теңге таба аласың. Элементарно 1 миллион теңге айына табу үшін 1 миллион теңгені қалай жұмсаймын, осы сұраққа жауап бере алу керексің. Пока ол сұраққа жауап бере алмасаң, сен 1 миллион теңге табыстан қорқасың. То есть, трейдинг достар, ол в первую очередь бізде психология. Бүгінгі видео сабақта, точнее, осы видеода, мен сендерге бір стратегиялар, индикаторларды көрсетпеймін. Өйткені көп ақша табу үшін білім маңызды емес. Маңызды ол ойлау қабілеті, ол психология. Қысқасы, давай байырсақ, допустим, сен долларовый миллионер болғың келеді. Я, достар, біз 45 миллион теңгеден сразу 1 миллион долларға, яғни 450 миллион теңгеге секірдік. И осы жерде мен сендерге қазір өзім кішігірім инсайттармен бөліскім келеді. Сонымен, не ол, в целом, не ол 450 миллион теңге деген? Ол 1 миллион доллар жылдық табыс. Жылына 1 миллион доллар тапсаң, болды сен долларовый миллионерсің официально. Форбусқа кірдің, спискта барсың, все, ты знаменитость, все круто. Енді, ол ақша қалай жасаймыз? Өзің ойлап қара. Осында бір кофейня аштың, кофе с собой сатасың. И олай жасайтындар көп енді. Ойбай, кофе деген көп қастанады. Бірақ бәрі долларовый миллионер емес қой. Келесесің ба? Кім арасында долларовый миллионер? Тот, кто правильно прописывает стратегию. Стратегия в действии. Тот, кто правильно набирает команду людей. Тот, кто умеет работать с командой. Мысал үшін мен трейдингта қалай? Менде команда бар. Менде бір фундаментальный трейдер бар. Оның мақсаты жаңалықтарға қарап отырып воронка жасау. То есть көп валюталар өте көп. Соның арасында қайсыған біз сауда жасай аламыз, осы айда қайсына жасай алмаймыз. Яғни біз бір айға стратегия пишем, бір айдан бір аптаға, бір аптадан бір күнге, то есть вот так вот сузим. Воронка деген осы. Енді тағы да бір трейдер бар, Smart Money. Оның мақсаты әртүрлі валюталарда именно қандай зона интересалар мен проблемный зоналар бар, осыны анықтау. Потом day трейдер бар. Оның мақсаты торговая сессия бойынша Нью-Йорктың мысалы үшін сессиясы евро-долларда қай жаққа апаратынын бәрін анықтау. Өстіп әр адам өзін бір жұмыста орындап шығады. Олардың үстіне қарайтын более опытный трейдерлер бар, которые общий анықтама шығаратын. Ең соңында бүкіл ақпарат маған келеді. Мен шешім қабылдаймын да крупный суммада сделка ашамын. Жарайды. Мен бұл нәтижеге 5 жылдың ішінде жеттім. Қалай сен менің жолымды 1 жылдың ішінде қайталап, даже менен де асып байып кете аласың? Ну, потому что мен-то долларовый миллионер емеспін ғой әлі. Ал сен долларовый миллионер болып кете аласың. Менің алдымда даже. Ол үшін саған первую очередь стратегия керек. Егер де сен ютубтағы видеоларды қарап, интернеттен қарап, трейдингті үйреніп аламын десең, үлкен қателік. Это нулевой класс. Саған 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші класс өту керек. Мен қазір обучение жайлы айтамын, но не подумай, что я тебе пихаю сол обучение. Просто айтып кетейін. Біздің обучение, допустим, бір ай жүрген кезде, бір ай, ол сенде 1-ші класс. Общее понимание трейдинга. Қандай анализдің түрлері бар. Бізде кластерный, технический, объемный, фундаментальный көп қой. Потом, спектрлар бар. То есть, бәрін общий сен таныспы шығасың. 1-ші класс түгел үйренесің, анализ жасау, график тоқу. Потом, 2-ші класс. Осының барлығын практика барасында қолдану. Менің көмегім саған осы практикада керек болады. Сол үшін ғой біздің обучениеда сопровождение 1 жыл дейтін. Потому что егер де сен бір ай обучение оқысаң, сен бірден ақша кетпейсің. Возможно, ты вначале заработаешь, но не постоянно. Постоянно трейдингте табысқа шығу үшін практика барысында саған көмек керек. Саған орта керек, саған кураторлар керек. Оның барлығы мен саған беруге дайынмын. Окей. Енді қара, Форекс нарығында, валют нарықта проб компаниялар бар. Проб компания дегеніміз ол трейдерлерге инвестиция бере алады. То есть, сен экзамен өтіп, 500 доллар кетіресің, 500 доллар төледің, экзаменді өттің, экзаменнен кейін саған 200 мың доллар инвестиция береді. Бірақ та, сама собой, және 200 долларды сен шеше алмайсың. То есть, ол ақшаны саған управление береді. Сенің мақсатың сол 200 мың долларды айналдырып, үстінен ақша табу. Енді ойла, депозитінде 200 доллар бар.
Сондай счеттан сен бесеп аласың. В итоге сенде $1 миллион. Ең соңында сенің мақсатың бір жылдың ішінде 1 к 1 к депозиту сделать. Яғни $1 миллион бір жылдың ішінде $1 миллион жасайсың. Болды, сен доллар миллионерсің. Ойлашы, дәл қазір екеуміз трейдингтегі $1 миллион туралы сөйлесіп жатырмыз. Бағана менің айтқан 45 миллион теңгені сен изи жасап аласың. Изи. Әрине, бұл жерде логичный сұрақтардың бірі, қалай мен бұның барлығын жасаймын? Обучениеден басында сен үйренесің, практика жасайсың. Пожертвуй своим временем. Понимаешь, сен 45 миллион теңге ақша ұтау, қарыздарын бәрін қайтарып, квартира, машина алғың келсе, ты должен быть готов чем-то пожертвовать, саған аспаннан ештеңе түсе салмайды. Мен саған ұсынамын жарты жыл уақытыңды, ровно 6 ай өміріңді трейдингке арна. Обучение плюс практика. Потом бұл сала сенің жаңа айтып шыққан бүкіл қарыздарынан көмектеседі. Короче, қызық па? Сілтемесі осы видеоның астында. Тіркел, досым. Көріскенше сау бол.